Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы. Тек сол жерде жоғары коэффициенттер, оперативті қызмет көрсету және жедел төлемдер. Тек осы жаздарнамызды тіркелушілері төмендегі промокод арқылы үлкен бонустар мен сыйлық ақыларға қол жеткізеді. Ал біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. One X сілтемесі төменде. Соңғы 4-5 күнде Лео Мессидің Барселонадан кету мүмкіндігі жөніндегі жаңалықтар әлемдік футбол жұртшылығына көктемдегі вирус тәрізді әп-сәтте таралып кетті. Шындығын айта ақпараттың ресми шыққаны соңына дейін күтсем де, Лео Каталониядан жаңа маусым басталмай кетпеуді ұйғарып, Барсаны әлі де қимай жүрген сияқты. Алайда ақпаратты қайдағы біреулер емес, өте сенімді баспалар қатары хабарлағандықтан, Месси Барселонадан кетсе не болмақ деген сұраққа жауап беріп, қиялдың тұңғиығына бір сәтке батқаннан еш айыбы болмас. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Біріншіден, әрине Месси қай клубқа ауысады деген сұрақ туындайды. Баспалар Ювентус, Интер, ПСЖ және Ман-Сити десе де, Месси оралуға уәде берген Ньюэллс Олд Бойз бен көптеген әріптестері ауысқан Японияны ұмытпаған дұрыс болар. Келсем, бәлкім Месси үлкен футболдан осыншама тез кеткісі келмейтін шығар, бірақ дәл сол Роналдумен салыстырсақ, Месси біреуге бірдеңе дәлелдеп басқа топ клубта да үздік болуды мақсат көрмейтін футболшы. Месси өзі үшін өзі үздік екенін онсыз да жақсы біледі. Сондықтан жасы 34-ке жақында Лео қарапайым Аргентина клубта демалып қойып доп теуіп немесе Японияда ақша табуды дұрысырақ санауы мүмкін. Уақыт адамдарды өзгертеді деп бекер айтпайды. Егерде Месси басты қарсыласы Роналдудан жанкүйерлердің Криштиану 4 түрлі чемпионатта үздік болды, ал Месси Каталониядан аттап баспайды деген сөздеріне ерегесіп, жоғарыда аталған 4 клубтан біріне ауысып, үздік екенін дәлелдегісі келуде ғажап емес. ПСЖ-ға меніңше Месси өз қалауымен ауыспайды. Лига 1-дің деңгейінің төмендігі мен ПСЖ-нан ойын стилінің өзгешелігі Мессиге мүлде ұнамас. Интер мен Ювентус әрине өте жақсы нұсқалар, десе де Интерде онсыз да барлығы өте жақсы прогресс үдерісінде. Ал Месси келіп барлығын құртуы мүмкін. Себебі Лео сияқты жұлдыз келсе, Интер барлығын тек Мессидің қалауымен оның ыңғайына қарай жасайды. Ал Лео еске салсақ, өте жас емес футболшы. Және Ювентуске келсек, жалақысы 30 миллионнан асатын тағы бір футболшыны ескі сеньоры асырай алмас деген ойдамын. Нұсқалардың ішіндегі ең ықтималдылығы жоғарысы әрине Манчестер Сити. Бұл ақпаратты тіпті Еуропаның танымал тілшісі Марсело Беклер растады. Сонымен Лео Месси ресми түрде Барселонадан Ман-Ситиге ауысты делік. Біріншіден, көпшілікті меніңше Мессидің өзінен бұрын Барселонаның тағдыры уайымдататын сияқты. Мессидің кететіні жайлы шыққан жаңалықтан кейін әлі күнге дейін Камп Ноудың маңына жиналған Барселона жанкүйерлері клуб президенті Хосе Бартомеудің кетуін талап етуде. Егер жақын арада Бартомеу шынымен орнын босатса, алдағы маусымда сайлауға дейін клубты оның орынбасары Жорди Карданар басқаратын болады. Президенттікке таласатын басқа да кандидаттар әрине Жуана Лапорта және Виктор Фон. Біріншісінің политикасы тек тәжірибелі жасы 30-ға келген футболшыларға сүйену болса, екіншісі Ла Масия академиясына арқа сүйейтін болады. Қысқасы, кімді тағайындайтындарын каталондықтар өздері шешеді, ал егер Месси ресми түрде кетсе, Барселонаның болашағын толық талқылап, жеке бейнеролик арнайтын боламыз. Футбол жұртшылығының көпшілігі Мессиді АПЛ-де түкін қалдырмай шайнап жұтып жеп қояды деп есептейді, тіпті футбол жұлдыздарды. Англия дейсіз бе, ол жерде футбол ойнау өте қиын. Қорғаушылар аса дөрекілікпен ойнаса, төрешілер әрбір сақфолдарға сықыра бермейді. Мен ол жерде Челси сапында 6 ай ойнасам да сол кей жергілікті футболға үйренісе алмадым. АПЛ бұл Ла Лига емес. Месси келсе ойын деңгейі нашарлайды демеймін әрине. Десе де АПЛ бұл ең қиын чемпионат. Гонсалоның сөздеріне әрине толық қосылуға болады, десе де Месси ол Игуаин емес. Месси физикалық тұрғыдан болсын, техникалық тұрғыдан да ұлттық құрамадағы әріптесінен сөзсіз мықтырақ. Я келсе Месси өте аз жүгіреді, десе де бұл Леоның басты фишкасы. Бұны Гвардиола өте жақсы түсінеді. Радио Каталонияға берген сұхбатында Пеп дәл осы тақырыпты қозғады. Егер кім өте аз жүгіріп прессингке сирек қатса, бірақ бір ойында 3 гол соқса, мен бұған көнуге дайынмын. Алайда бұлай Мессиден басқа ешкім де жасай алмайды. Месси әрине өте фантастикалық ойыншы, алайда мен үшін оның Роналдудан басты айырмашылығы Месси Барселонаға тым үйреніп қалған футболшы.
Ал Роналду кез келген клубта, тіпті Стокпорт Каунтида да жақсы ойнап апта сайын хет-трик жасап кетер еді. Себебі ода барлық физикалық қасиеттер бар. Ол екі аяқпен де жақсы тебеді. Ол өте жылдам, екінші қабатта да нәтижелі ойнайды. Бірақ бұнымен біткен жоқ. Ол өзіне нағыз еңбекқор машина жасап шығарды. Ол әлі де жаттығуға ерте келіп кеш қайтады. Месси болса тек табиғи дарынына ғана сүйенеді. Футбол жанкүйерлердің көпшілігі де Месси Каталониядан тыс ойнап кететініне күмәнмен қарап, Фергюсонмен толық келіседі. Алайда анық статистикаға бір сәт назар салсақ, Лео ағылшындық клубтарға қарсы өткізген 33 ойында 26 гол соққанын еске саламыз. Жеке пікірім әрине бірден және оңайлықпен емес, десе де Месси АПЛ-де де ойнап кетеді деген ойдамын. Бірінші фактор әрине АПЛ бірыңғай амбал качоктардың чемпионаты деп кім айтты? Ол жерде де техника, дриблинг және IQ-дың жоғарылығы өте маңызды. Ал екіншіден Гвардиоланан Man City бұл өзіндік ағылшындық Барселона десек те болады. Ол жерде Леоға өте жайлы болады және дәл сол Ситиде Мессидің жан досы барын ұмытпаған жөн болар. Man Cityде Лео оң қаптал вингер, ықшамдалған шабуылшы немесе жалған тоғыздықтың рөлінде ойнай алады. Қысқасы Мессиде таңдауда нұсқада еркіндікте өте көп. Ал біз оған тек сәттілік тілейміз. Комментарийге бұған қатысты өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.